Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ең дәмді көздің жауын алатын керемет қытырлақ баклажан салатымен бөлісемін. Алдымен брынзаны ірі 4 ұштап тураймыз. Екі ас қасық жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған майға арасын өстіп алшақ-алшақ салып, қызарғанша қуырамыз. Өстіп жан-жағын аударып тұрамыз. Қағаз майлыққа майын солықтып шығарып аламыз. Баклажанымызды дәл брынза сияқты ірілеп тураймыз 4 бұрыштап. Дәл солай екі ас қасық жүгері крахмалын салып араластырамыз. Қызарғанша майға қуырып аламыз. Дәміне қарай тұздаймыз. Ал ендігі кезекте қызанағымызды ірілеп тураймыз видеодағыдай. Менде рукола жасыл желегі, ал сіздер ұнағанын алсаңыздар болады. Мысалы, руколаның орнына кинза алсаңыздар да болады. Ал енді видеодағыдай салатымызды жинаймыз. Дайын болған керемет салатымызға кисло-сладкий соусты құйып шығамыз. Мейрамханадағыдай қытырлақ баклажан салаты дайын. Лайк басып, подписаться батырмасын басып кетулеріңізді